Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Алуа. Жұмыртқаны қажет етпейтін миксердің көмегінсіз пирог пісіретін боламыз. 150 граммдық стаканымызбен 2 стакан ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Дәл солай қантымызды қосып аламыз. Разхрейтель ванилинімізді жақсылап қосамыз. Какаомызды қосамыз. 150 граммдық стаканмен жақсылап араластырып аламыз. Осы кезекте жылы суымызға 1 стакан майымызды қосамыз. Қыздар, суларыңыз не ыстық, не суық болмау керек. Бөлме температурасында жылы су болу керек. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Шетінен құйып, бәрін құймаңыздар. Осылай шетінен құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Осы кезекте пешімізді қыздырып дайындаймыз. Мен 220 диаметрда пісіріп жатырмын. Сіздер 240-қа қойып пісірсеңіздер болады. Пирогтарыңыз биік шығады. Мінекей пирогымыз дайын. Сіздер де үйден дайындап көріңіздер, ас болсын.